19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басы қазақ халқының ауызша тарихи дәстүрлері ерекше дамыған кезең болды. Бұл уақытта халықтың өткені, шығу тегі, шежіресі мен тарихи жадын сақтауда ауыз әдебиеті мен шежірелік еңбектердің рөлі айрықша артты. Жазба деректер аз болғандықтан тарих халық жадында сақталып, оны хатқа түсірген зиялылардың еңбегі аса құнды болды. Осы кезеңде Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид сияқты ойшыл зерттеушілер қазақтың ауызша тарихи дәстүрлерін жинақтап, жазба түрінде сақтап қалды. Шәкәрім Құдайбердіұлы өз еңбектерінде қазақ халқының шежіресін, ру тайпалардың тарихын жүйелеп, оны ғылыми оймен ұштастырды. Оның зерттеулері халық тарихын түсінуге мүмкіндік беретін маңызды дерек көзі болып табылады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ел аузындағы аңыз әңгімелерді, жыр дастандарды, тарихи оқиғаларды жинап, қазақтың рухани мұрасын сақтауға үлкен үлес қосты. Ол халық жадының тірі шежіресі іспеттес тұлға болды, ал Құрбанғали Халид өз еңбектерінде қазақ тарихын басқа халықтар тарихымен салыстыра отырып, деректік тұрғыда баяндады. Оның жазбалары қазақ халқының өткенін кең тарихи кеңістікте тануға жол ашты. Қорытындылай келе, олар халық жадын ғылыммен ұштастырып, ұлттық тарихтың негізін қалады.